Ақпатте жалпы орта білім беретін мектебінің 6 сынып оқушысы Талғатайым. Мен оқыған 30 кітап байқауына жарияланған кітаптардың бірі Бердібек Соқпақбаев «Әжесінің баласы». Бұл оқиға өмірде алынған және де мағыналы. Оны шағын ғана мәлімдетін болсам, ең бірінші автор мен әйелі ұрсып жатады, және де олармен бірге екі баласы және де енесі тұратын. Отбасы болғандықтан ісаяқ сылдырламай тұрмайтын. Және де ұрсып жатқанда енесі олардың әрқашанда ұрыспағанын және де тату болғанын қалайтын. Бірақ та автор бұл ұрысқа енесінің араласпауын сұрайтын. Және де ұрыста енесі кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс екенін айтып жатқанда, жай ғана автор сізді араласпаңыз деп қоя салатын. Келесі күні енесі өз қаласына, Семей қаласына жол тартады. Бірақ та енесінің бір шарты болатын. Ең кіші немересі, автордың кіші ұлы Мұхтарды бірге алып кетуді сұрайды. Бұған автор келіседі. Келесі күнінен бастап автордың тұңғыш ұлы әжесін сағынып жылайды. Апа деп, күнде іздеп жылайды. Бұған шыдай алмаған автор келесі күні әжесіне Семей қаласына жол тартады. Сол кездегі автор және де әжесі мен баласының бір-біріне деген қарым-қатынасы, көзқарас және де бір-біріне сыйластығы көрінеді. Қорытындылай келе, бұл немересі мен әжесінің бір-біріне деген махаббаты және де сыйластығы, мейірімділік көрсетеді, және де отбасыдағы тәрбие, махаббатын білдіріп тұр.